Қайырлы күн. Менің есімім Анастасия Стригунова. Мен дәрігер-мамолог және онкомамологпын. Бір қадар қауіп факторлары бар. Олардың бірі тұқым қуалаушылық болуы мүмкін. Ол сүт бездерінің аурулары болуы мүмкін. Ол жасына байланысты болуы мүмкін. Ол орындалатын фертильдік функцияға байланысты болуы мүмкін. Яғни бұл босанудың болуы немесе болмауы. Ол өмір салтына байланысты. Мысалы, артық салмақ, семіздік, жаман әдеттер, алкогольді тұтыну, темекі шегу. Бір қатар белгілер бар. Мысалы, сүт безіндегі түйір. Егер формация табылса, ол әдетте ауыртпалықсыз. Бұл сүт бездерінің түсінің өзгеруіне алып келеді. Қызару, қабынудың ауыртпалықсыз белгілері. Бұл лимон қабығы деп аталатын тері құрылымындағы өзгерістер. Мыжылған терең тері немесе платформа тері болуы мүмкін. Бұл емізік жаралары болуы мүмкін. Әдетте емізікшелерден ауыртпалықсыз ылғалды емізік ағуы болады. Егер сіз осы белгілердің кем дегенде біреуін байқасаңыз, бұл себептерді нақтылау керек. Содан кейін дұрыс емдеу тактикасын алу үшін, неғұрлым толық диагноз қою үшін, толық тексеру үшін маманға дереу хабарласу керек дегенді білдіреді. Маммография сүт безі қатерлі ісігін ерте анықтау әдістерінің бірі болып табылады. Және маммографияның екі түрі бар. Олардың бірі скринингтік және диагностикалық скринингтік маммография. Тұрғылықты жері бойынша емханаларда 40 жастан бастап 2 жылда бір рет жүргізіледі. Сүт бездерінің қатерлі ісігіне күдік болған жағдайда, сүт бездерінің басқа белгілері болса, маммографияны жиі жасауға болады. Бір рет бір жылда. Ол кез келген уақытта бағдарламаға енгізіледі. Емханаларда тегін жүргізіледі. Темекі шегу сүт безі қатерлі ісігінің қаупін арттырады. Темекі шегу жасушаларды зақымдауы мүмкін. Жасушалардың бөлінуіндегі мутацияларды тудыруы мүмкін. Кейіннен сүт безі қатерлі ісігіне әкелуі мүмкін контрагенді заттарды шығарады. Темекі шегуден бас тартқан дұрыс екенін есте ұстаған дұрыс. Бірақ бұл кезеңде мұны істеу қиын болса, баламаларға ауысыңыз. Мысалы, хитрді таңдаңыз. Неліктен олар темекі түтінін шығармайды? Олар 95%-ға аз шығарады. Балама нұсқалар туралы айтсақ та, ең бастысы темекіні тастау керек. Гормондық терапия сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін арттыруы мүмкін. Мысалы, белгілі бір аурулар немесе жағдайлар үшін гормоналды терапияны таңдаған кезде эстроген деңгейінің жоғарылауы, дәрігермен кеңесу маңызды. Және тек дәрігер контрацепцияның ең қолайлы, ең жұмсақ әдісін таңдай алады. Мысалы, гормондарды алмастыратын терапия элементтері. Иә, бірақ диета теңдестірілген болуы керек. Тамақтану теңгерімді болуы керек. Және витаминдердің, минералдардың, микроэлементтер мен антиоксиданттардың жеткілікті мөлшерін қамтуы керек. Сондай-ақ бұл мәселеде алкогольді тұтынудан бас тарту керек. Тіпті аз мөлшерде болса да, денеде канцерогенді заттардың жиналуына әкелуі мүмкін. Майдың көп болуы бұл кейіннен жасушалары мен тіндерінің жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін. Сүт бездерінің өзін-өзі тексеруі барлық әйелдер мен қыздардың кез келген жаста айына бір рет жүргізілуіне жеткілікті. Сүт бездерінің сыртқы түріне назар аудару керек нәрсе. Сүт бездерінің бірдей формасы. Сүт бездерінің терісі қай жағынан бірдей, кез келген жерінде ойық бар ма? Әлде дымқыл емізік бар ма? Сүт бездерінің кенет қызаруы, қабыну белгілері пайда болды ма? Сүт бездерін сезіну, пальпациялау, оларға қол тигізу маңызды. Сіз қандай да бір нығыздауды, қандай да бір бөліністерді сезіндіңіз бе? Егер белгілердің кез келгені болса, себептерін анықтау үшін қосымша тексеру үшін дереу дәрігерге хабарласу маңызды. Содан кейін одан әрі емдеу тактикасын қолдану керек. Учаскенің белгілері. Лимон қабығының әжімді, тартылған тері белгілері бар ма? Емізікшелердің жарасы бар ма? Әлі лимфа түйіндері жоқ па? Сүт бездерінің кенет қызаруы, қабыну белгілері бар ма? Сүт бездерін сезіну маңызды. Сіз қандай да бір тығыздауды сезіндіңіз бе?
Ерлер сүт безі қатерлесігіне шалдығуы мүмкін. Бұл ауру сирек кездеседі. Әйелдерде жиі кездеседі. Бірақ ерлерде сезімтал және сүт безі қатерлесігіне шалдығуы мүмкін. Сонымен қатар бірқатар қауіп факторлары бар. Бұл не тұқым қуалаушылық, бұл өмір салты. Оған не кіреді? Зиянды әдеттердің болуы, артық салмақтың болуы, тамақтану сипаты. Бұл гормондық терапия. Бодибилдинг және пауэрлифтинг сияқты спортпен белсенді айналысатын ер адамдар гормондық терапияны қолданады. Бұл жағдайда тәуекел де артады. Егер кеудеңізде ісік пайда болса, үрейленбеңіз және дәрігерге баруды кейінге қалдырмаңыз. Бұл міндетті түрде қатерлі ісік немесе қатерлі ісік болмауы мүмкін. Бұл сүт безінің қауіпті емес ісігі болуы мүмкін. Бұл фиброкистикалық мастопатия сияқты сүт безінің қауіпті емес ауруы болуы мүмкін. Сондықтан келуді кейінге қалдырмау керек және білу үшін дәрігерге барудан қорықпау керек. Шындығында бәрі осы ауруды қаншалықты ерте анықтағанымызға байланысты. Яғни бұл формацияның қай кезеңде? Бұл ауру, егер бұл бастапқы кезеңдер болса, емдеудің сәттілігі, өмір сүру деңгейі өте жоғары пайызды құрайды, 95-96%. Және өкінішке орай, егер ол кейінгі кезеңдерде табылса, жақсы прогноз емес. Сондықтан скринингтік бағдарламалар әзірленді. Сондықтан тексерілу маңызды. Тексеруден өту маңызды. Мамандарға хабарласу маңызды. Скринингтерді назардан тыс қалдырмау маңызды деп айтамыз. Сүт бездерінің өзін тексеру маңызды.